Мамат Сабыров, Арзыкан, әңгеме. Бойы құды, башы тоқтың жұмыртқасы сияқты кішіне болғандықтан, ал 9-10 жаштардағы баладай көрінді. Сербеген мұрыты кексе жүзі ғана анын ечақ бой жеткен жігіт екендігін білгізіп тұрчы. Ес тартқаны анын біреле іші, біреле милдеті бар. Атасының 10 шақты қойын қайтару. Ертеңменен қойларды алдына салып алып, адырға шығып кететті ошо ойдан күн батқанда келеді. Жанында 4-5 шерігі бар. Жалаң 9-10-дағы суымырын балдар. Бұлар анаменен 3-4 жыл чоғы жүрішетті, бір күнелі бой тартып чоңойып кетішеді. Қойды алардың орнына енелері қайтара баштайды. Жалғыз шапы ғана чоңой бой, улам өсіп атқан кішіне балдарменен шерік тең түш болып келетады. Алар менен кереліге чке адырдан адырда ашып, жылғадан жылғаға чұрқап қой қайтарады. Кескелдері қармайды, сайдағы суға кірінеді. Мұндан 15 жыл мұрда бір жол мектепке барған. Мектеп жашындағы балдарды қаттап жүрген екі мұғалім алардың үйіне де башвағып, балаңыздар бұйыл 7-ге шыққан тұрбайбы, мектепке қамнаңыздар, дегенде ата-енесі өзін ершітіп барып, базардан бейір сыйра киім, қалем, дептер, өчіргіш сияқты бұйымдарды сат берішкен. Анан 1 сентябрь күні өзі теңді балдарменен мектепке барып, сабақ бүткенше ақырқы партада бөтен қорауға кіріп қалған қоздай чочырқа белеңде отырған. Бір жұмадай барып келіп жүрді. Сабақта отырғанда айрықша қалемсапты қолына қармап, тамғаларды, сандарды жазғанда, сызықшаларды чийгенде мұрдына чейін тір шығып, жүдіп, қиналып кетші. Улам қолыменен терін арчыған сайын маңдайына сия жоғып, сабақ бүткенше беті ақ көнегі көк болып бұйылып қалады. Бір жұмадан кейін әжекесі сабақ бүткен соң үйіне чейін чоғы барып, апасы екеуі сыртта тұрып сүйлешті. Баланы қинабайлы, дағы бірер жыл ойнап тұрсыншы, емдігі жыл кішіне ақылына кіріп қалар, деді қартаң әжеке. Бірақ кейінгі жылы аны мектепке барсын деп ешкім келген жоқ. Ата-енесі де баламды оқытқыла деп таңылашпады. Ошо ойдан шапы мектеп бетін көрген жоқ. Бір күні шапы адатынша қойларын адырға жайып шықса, чөбі киши бойлы болып сеңселе өскен қыраңда екі бос чатыр пайда болып қалыптыр. Андан бір күн мұрын бір автобус толы жаштар айылды аралай ырыдап өтішкен болчу. Көрсі оштон чөпкө келген студенттер екен. Ошол күнден тарта буға чейін тұнжырап тынч жатқан адыр бір башқача шаңға бөлініп, айлана чалғының шартылдаған, қыз жігіттердің қатқырған үндеріне толып шықты. Көйнек, майкелерін чечіп салышқан жігіттер керейлі кечке чалғы чап, қыздар болса чөміле жасышады. Айылдың кішінекей балдары қойларын жылғаға жайып жіберішетті, жақын барып, қыздардың қолындағы бешілікті ықшу тіктеп, қылықтана чөйгендерін қызыға қарап тұрышады. «Ей бала, атын кем?» Башына жашыл түсті шляпа киіп, спорт костюмын беліне орып алған ақ жуымал қыз Шапыға сұрау салды. «Шапы», деді жанында тұрған бала озынып. «Жоқ, Шайырбек». «Біз Шапы деп қояуыз да», деді жанындағы бала мұрдын шу тартып. «Анау фляшкаңда неме бар?» деді қыз әме Шапының құрына байланған көкөрді көрсетіп. «Айран, берші кішіне içейін?» Шапы көкөрді сынар замат теги қыз оозына алып барып, аста içе баштады. Жанатан бері тамаша көй, шылуын құрбысының жорғына миығынан күліп тұрышқан башқа қыздарда басып келішті. «Арзуқан, берші біздағы шейлі?» Көкөр улам бір қолға өтіп атып, хайран заматта түгеніп кетті. «Сенің үйің жақын ғой, деді Арзықан бош көкөрді Шапыға қайра беріп атып. «Біздікі болса алыс». Ошол күннен тарта жанағы қыз Шапыны көрді дегіче қол жаңсап, кейде қиқырып чақырып, көкөріндегі айранын, қымызын түгеткенге жардамдашчы болды. Шапы да қыздың күтөрін біліп, апасы тегіп берген торба баштыққа кейде борсоқ, кейде құрут, өрік салып келеді. «О, менің жігітім келеді ат», дейді Арзықан Шапыны көргенделе құчағын жайып. «Шайыр, мені аласың бі?» деді бір жолы құтқылықтап. Жандағы қыздар да шыңқылдап күліп қалышты.
Шапы уялганнан құлағына чейін қызарып кетті. Күтүүсүз сунуштан жүрегі булк етіп, көкірегінде буга чейин белгисиз бир сезим уйгун косуп кетти. Бирок бейтаалай жигиттин түссүз, комсоо дүйнөсүнө күтүүсүз келген майрам көпкө созулбады. Чөп чабык бүтөр замат студенттер автобуска отурушту да ырдаган бойдон кайра кетишти. Айлананы кайрадан жымжыртык басып, кечээги шаңдуу адырлар кайрадан томсура түштү. Шапы күүнүгө адырга чыгат да, кыздар чөмүлө жасачу жылгаларды жалгыз кыдырып, кыздын шыңгыр күлкүсүн издейт. Бирок көзүнө сүйкүм жүздү көрө албай, кулагына жагымдуу үндү калбай, көңүлү чөгүп кайра келет. Өңү саргарып аза түштү. Күзгө жакын таптакыр эле шалдырап алы кетип, төшөккө жатып калды. Адегенде эч сөз айтпай, сулк эле жата берчү. Анан эле «Арзыкан, Арзыкан» деп жөөлөй баштады. Болгону 30 түтүндөй эл жашаган бул чакаан айылда Арзыкан аттуу бир гана аял болор эле. Апасы менен эжелери Шапы башка бир кызды чакырып атканын түшүнүшүп, анын бейкапар дүйнөсүнө бүлүк салып кеткен Арзыкан ким экенин иликтей башташты. Ышкысы түшкөн кызынын Арзыкан деген атынан башка эчтекесин билбеген Шапыдан айырмаланып, бул айылдын жигиттери ал кыздардын айрымдары менен бир ай бою мамилелеш болушкан. Кечинде чогуу киного барып, түндөлөрү бак түбүндө шынаарлашып, алардын кайсы курста окуурун, кайсы жатаканада жашаарынан бери билишчү. Андыктан Арзыкандын дарегин табуу кыйынга деле турган жок. Ошол замат Шапынын апасы жашы 60-тардагы кемпир шаарга барып, ал кызды ээрчитип келүүгө камданып калды. Кыздары аны бул чечиминен айнытууга аракет кылып көрүштү эле, көнбөдү. «Барам эле», деди кемпир чечкиндүү. «Мени неме, ошту билбей калды дейсиңерби? Шаарга барып университеттин жатаканасы кайсы деп сурасам, бир мусурман баласы көргөзүп берер. Сиз үйдө эле отуруп туруң, биз барайлы», деди кенже кызы. «Хай, силер сүйлөшкөндү билбейсиңер. Барбайм десе кайра келе бересиңер да. Ол кызга айтып түшүндүрүш керек да». Эртеси эртең менен Ошко барчу автобуска отурду да шаарды көздөй жол тартты. Арзыканды кемпир 2 күн дегенде араң тапты. Жатаканага издеп барса чогуу окуган кыздары: «Ал быйыл общагага чыккан жок, эжеси менен чогуу квартирада жашайт. Күнүгө каттап окуйт. Эртең корпустан сабакка келгенде табасыз», дешти. Эртеси эртең менен вестибюлга туруп алып, өмүрү көрбөгөн бейтааныш кызды күтө баштады. Улаан бирөөдөн: «Арзыкан деген кызды тааныйсың байланайын, келсе мага көрсөтүп койчу», деп суранат. «Ана келатат», деди бир маалда кыздардын бири. Жашы 20-22лердеги ак чуумал кыз жайбаракат сагыз чайнап келаткан экен. «Кызым, Арзыкан сенсиңби?» деди кемпир анын алдынан тосуп. «Мен? А сиз кимсиз?» Арзыкан кемпирди таңыркай карады. «Мен Шайырбектин апасы болам. Быйыл биз жакка чөпкө барганда таанышкан турбайсыңарбы? Балам ооруп калды. Неме деп үмүткөр кылып койгонсуң, 2 сөзүнүн бири Арзыкан. Бир аптадан бери эчтеке элек. Арзыкан деп эле жөөлүп атат. Көзүнө бир көрүнүп, мына мен келдим, мен жаныңдамын деп койчу кызым». Арзыкан бир ай бою ага кымыз, айран ташыган баланы эчагы эле унутуп койгон. Кемпирдин айтканы боюнча араң эстеди. «Жанагы дабдыр балабы?» деп айтып жаздап кайра токтоп калды. Алар чөптө жүрүшкөндө ошол айылдын жигиттери 2 студент кызды ала качып кетишкен. «Бу кемпир да мени өзүнүн кем акыл, эргежеэл уулуна алып кача бергени келген жокпу?» деген ой келди башына. «Кыз барбайм деп койбос бекен?» деп чочулаган кемпир ого бетер жалбарып кирди. «Жок дегенде таза аба жутуп, айран сүт ичип келесиң го кызым. Магазиндин бөлкөсүн жей берип жадагандырсың. Ага тартынсаң, кыздарыңдын биттесин ээрчитип ал». Арзыкан эми кемпирдин ар бир сөзүн аны алдап ала качуунун амалы катары кабыл алды. Кыздарыңдын биттесин ээрчитип ал дегени шектенүүсүн ого бетер күчөттү. Балким университеттин имаратынан чыкса эле машинага тыгып кетебиз деп сыртта 2-3 жигит аңдып турган болушу да мүмкүн деп ойлоду. Өз оюнан жүрөгү түшүп, эки жагын алаңдап карай баштады. Аңгыча чогуу окуган 2 курбусу көрүндү.
Аларды көрөр замат куткаруучулар жетип келгендей жеңилдей түштү. Ушул эки курбусу аны Азезилдин колунан suurуп алышкандай сүйүнүп, тепкич менен өйдө чыгып кетти. Кемпир менен коштошкон да жок. Шапы дагы бир жумадан кийин көз жумду. Акыркы деми чыкканча арзыкан деп чакырганын койгон жок. Кемпир анын жаагын таңып коюп, эки кыз менен ыйлап отурду. Барган жериңен бактап багыр, деди сай сөөгү сыздап. Келип бир көрүнүп койсо бир жери камып чоңдугунан түшүп кала беле. Апа, onu немеге каргап атасыз? Деди улуу кызы. Ол неме, сиздин келиниңиз беле? Келгенге милдеттүү эмес да. Ай, милдеттүү деген жокмун. Бир көрүнүп койсо балам бичара мынчалык мустар болуп кыйналбайт эле да. Бул учурда созулонгон ыйдан улам эмне жамандык болуп кеткенин түшүнгөн кошуналар туш тараптан жыйналып келе башташкан.